Бір әйел күйеуін магазинге картошкаға жұмсапты. Бейшара жолдан өте бергенде машина қағып өліп қалыпты. Сосын үйіне полиция келіп, осылай болды, енді не істейсіз, десе әйел. Білмеймін, вермишель қора салатын шығармын, депті. Унитазға түсіп кеткен айфон адамның қолын шамамен 20 сантиметрге ұзартады. Мобильді телефондар шықпай тұрған кез. Айтпай деген кісі туысына телефон шалыпты. Телефонды кішкентай қыз көтереді. Әкеңді телефонға шақыршы. Бұл кім? Айтпаймын. Бұл кім? Мен айтпаймын. Айтпасаң айтпай-ақ қой, деп қыз тұтқаны қоя салыпты. Кофе? Шай? Жоқ, рахмет. Розетка мен Wi-Fi болса жетеді. Екі құрбы бір-бірін көрмегелі көп болыпты. Бірі екіншісіне: "Ту, Мақпал, семіріп кетіпсің ғой." "Жоға, бұл қайда арықтағаным? Сен мені бір ай бұрын көрмедің ғой. Тура сен сияқты болған едім." "Әке, біз қалай пайда болдық? Бізді Құдай жаратқан. Ал анам маймылдан тарадық деді. Әркім өз туыстары туралы айтады ғой." Құдалықта қалыңдықтың шешесі құдағиына: "Біз қызымызды аялап, күнге шығармай, көлеңкеде ұстап өсірдік," десе күйеу жігіттің анасы: "Уайымдамаңыз, біз де күн көрсетпейміз," депті. Екі жаңа қазақ концертте классикалық музыка тыңдап отыр. Біреуі екіншісінен: "Чья это мелодия?" "Баха." "О, Баха, жарайсың." Кеше маған бір жігіт: "Сенің үстіңде не бар?" деп хабарлама жазыпты. Мен көп ойланбай: "Ипотека, 3 несие, адам өлтіру, тонау," деп жаздым. Бәлем, әлі үндемейді. Такси тоқтатқан жігіт: "Вокзалға дейін қанша аласыз?" 2000 теңге. "Алма жүктеріме қанша төлеймін?" "Багаж тегін ғой бізде." "Онда жүгімді ала кетіңіз, мен артыңыздан трамваймен жетемін." Бастық жұмысшыларды жинап: "Мені шеф, босс деп атағанды қойыңдаршы осы. Өзге тілдің сөздерін қайтеміз? Етім сүймейді сондайды. Енді қалай атайық? Құдай-ау, қарапайым қазақтың сөздері бар ғой. Мысалы, асыраушымыз." Жігіт дөңгелек үй тұрғызыпты. Қоныс тойын тойлап жатыр. Қонақтар келіп: "Неге үйің дөңгелек етіп салынған?" деп сұрап жатыр екен. Үйдің жобасын сызып жатқанында енем келіп: "Балам, маған бір бұрыш табыла ма?" деп сұраған еді. Ауыл. Таңертең қайын енесі келініне: "Келінжан, сен малды тамақтандырдың ба?" "Жоқ, анашым, ұлыңыз әлі ұйықтап жатыр." Екі әйел Алакөлге барыпты. Содан суға шомылып, батпаққа түсіп рахаттанып, дем алып қайтып бара жатып, айтады дейді: "Байдан көрмеген рахатты лайдан көрдік қой."